Мені әрқашанда музыка шабыттандырған. Алғашқы театрдағы үлкен сахнада сомдаған рөлім «Сен үшін» атты комедия. Ол менің ұстазым Лейла Ақназарқызы Бекназарованың арнайы спектаклі болды. Сол менің үлкен алғашқы рөлім. 90 жылдардың ортасында сапалы түрде ТВ кино әлеміне Қазақстанға сапалы дубляждалған фильмдер келе бастаған кезде. Оған дейін енді қарақшылық фильмдер көп болды ғой, ВХС кассеталарда. Ар жағын ағылшын сөйлеп тұрады, ар жағында бір гүрілдеген ағылшын, орыс кісі сөйлеп тұрады. Одан кейін сапалы түрде ешқандай артық дыбыстарсыз әртістердің орындауымен келген фильмдерді көрген кезде қатты қызықтым. Бұл мүлде бір басқа әлемде. Сол кезде алғашқы қызығушылық басталды. Дубляж саласына келіп жатқан, қатарымызға қосылып жатқан жастардың бұдан алары тілдің құндылығы мен медиа әлемінде, медиа құрал ретінде тілдің рөлі өседі. Осы жастардың арқасында тіл медиа құрал ретінде жаңарады, өзгереді. Одан да қызық болады. Сондықтан жастар бұл тілді бір жағынан жаңартады, ал жастарды бұл тіл тәрбиелейді, өсіреді деп ойлаймын. Өйткені дубляж арқылы олар көркем әдебиет, классиканы бәрінде оқып шығуы мүмкін. Тіл тазалығын сақтау. Әсіресе дубляжбен айналысам деп жүрген жас әртістерге айтарым, тіл тазалығын сақтау, ол үшін көркем әдебиетті оқу, қазақ тілді авторларды оқу, қазақ эпостарын оқу, ол must have. Ол жай ғана оқу ұят болғаннан оқу емес, бұл оқу құралы. Осының арқасында дубляж саласына болсын, киноға, театрға келетін әртіс болсын, қайсысы біріне де айтарым, осы классиканы міндетті түрде оқу керек. Бұл must have, must read. Сондықтан бұл ең басты кеңесім. Екіншісі, өз қызметіңе, өз мамандығыңа адал болу. Мені музыка шабыттандырады. Мені әрқашанда музыка шабыттандырған. Дәстүрлі ән, эстрадалық ән, классикалық музыка. Менің әйелім мысалы скрипкашы. Әйелімнің арқасында мен классикалық туындылармен танысам. Дубляждың арқасында Диснейдің әндерін ұнатады. Коконың құпиясы, Мұзды өлке сияқты керемет туындылардағы орындалатын әндер қашанда мені қанаттандырады. Әсіресе қазақша жазылған жобалары. Қазақ әншілері, дәстүрлі әншілер, эстрада әншілер, күйлер, керемет есте жүректе сақталған аналарымыздың айтқан әлдилері, осының барлығы мені қашанда шабыттандырады. Өзімде ән айтатын әртіс болғандықтан бұл мені әрқашан бір жігерлендіріп, күш береді. Осының арқасында кітап жазғым келеді, рөл ойнағым келеді, ән айтып би билегім келеді, бақытты өмір сүргім келеді соның арқасында.